Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 131 сабақ дара және күрделі сан есім тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын ережелерді бір қайталап алайық. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5, 7, 9, 20 деген сияқты. Осы сан есім екіге бөлінеді. Дара сан есім және күрделі сан есім болып. Дара сан есімдер бір сөзден құралады. Ал күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден құралады екен. Күрделі сан есімдердің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Мысалы, 19, 112 деген сияқты. Ендеше балалар 52-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы дейді балалар. Менімен бірге оқыңдар. Алматы облысы Есік қаласынан табылған алтын адам бейнесі дүние жүзін таң қалдырды. Қорғаннан 7 метр тереңдікте жерленген жас сақ көсемінің сүйегі табылды. Оның тәжінен бастап аяқ киіміне дейін атты, жолбарысы, тау ешкіні, түрлі құстарды бейнелейтін 4000 алтын алқа қадалған екен. Бас киімінде 2 тұлпар аттың бейнесі бар екен. Енді балалар, бұл мәтіннің ішінен сан есімдерді табамыз. Және олардың дара ма, әлде күрделі ма, соны ажыратамыз. Оны маған аудиозаписпен айтып жіберіңдер. Ендеше балалар, оқулығымыздағы 53-ші жаттығуға назар аударайық. Бұл 53-ші жаттығуды берілген сан есімдерді сөзбен жазды. Ендеше дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, сынып жұмысы деп берілген сан есімдерді сөзбен жазамыз. Мысалы, 11. Осы сан есімдерді қатыстырып сөйлемдер құраңдар. Яғни 11 сөзіне 19, 25, 117, 150 сандарын қатыстырып сөйлем құраймыз. Мысалы, менің жасым 11-де деген сияқты әртүрлі сөйлемдер жазамыз. Келесі 54-ші жаттығуға назар аударамыз. 54-ші жаттығуда жұмбақты оқып, шешуін тап дейді балалар. 32 мықты қаз қатар боп шықты. 16-сы асты, 16-сы үсті дейді. Жұмбақтағы сан есімдерді табамыз. Олардың және дара немесе күрделі екенін ажыратамыз балалар. Ендеше балалар, үйге тапсырмаға 55-ші жаттығуды аламыз. Сурет бойынша әңгіме құрап жазамыз.